Қызылорда қаласы, Көшербаев көшесі, Науанов көшесі қиылысынан үлкен комплексті жүру көрмекшіміз. Мына бөлікте Бөкейхан көшесі бар. Мына бөлікте Астана көшесі жақын. Комплексіміздің сыртқы көрінісі. Алдында көлік қою орны бар. Мына бөлік кәсіпке арналған нысан. Көлік қоятын бірінші гаражы. Ауласы. Ауласына кіретін болсақ, үйіміздің ауласы. Ауламызда осындай тұманды су бұрқақтайтын орошениесі бар. Ауламыз салқындатып тұрады. Қандай әдемі. Мына бөлікте гаражымыз. Мынаны ашсақ. Екі көлікке арналған. Мына бөлігінде көлікке арналған орны бар. Бейнебақылау камерасы орнатылған. Бұл үйіміздің сыртқы көрінісі. Барлығы да бөлінбей бірдей салынған. Мына бөліктен бірінші бастасақ. Бұл бөлігіміз үлкен екі көлікке арналған гаражы. Көлік жөндеу орны дайын. Әрі қарай әжетханасы бар. Ішкі жағы таза. Бұл бөлігі бір офисі. Алда уақытта жалға да беруге болады. Есігі мына жерде. Кәсіпке арналған нысанның ішкі жағына кіретін болсақ, бұл кіреберісі, бірінші қабаты. Мына бөлік кладовка. Екінші қабатқа көтерілеміз. Жалға аз берілген. Осы заттармен қалдырылады. Киім кешек қоятын орындары. Ешқандай да сырылып, жырылмаған. Барлық комплексіміз шамамен 700 шаршы метрден жоғары. Едені теплый пол. Мына бөлігіміз комплекстің ортасы. Кәсіптік нысанымыз. Мына бөлік үйіміз. Бұл
Бұл комплексіміздің шатыры южный корейский қалың профнастильмен қапталған. Ал тек жеке үйіміздің размері 12 метрде 12-де 20. Барлығы да бірге салынған. Бір уақытта үйіміздің құрылыс материалы толықтай күйдірілген қыштан салынған. Қатары 1,5 қатар. Одан кейін пеноплекс қойылған, минвата және сыртынан осы декорлы панельді жасатқан. Мына бөлігі южный корейский профнастиль. Үй иесінің айтуы бойынша қысқы уақытта тек осы үйге айына 5-6 мың теңге жылуға төлеп отырады екен. Үйіміздің ауласы. Үйімізге кіреберіш есігі. Үлкен есік. Ішкі жағына кіреміз. Үйіміз толықтай жөндеу жұмыстарымен. Кіреберісіміз кең. Едені кафель. Одан кейін негізгі бөлік холлымыз. Осы бөліктен бөлмелер тараған. Төргі бөлігінде қонақ бөлме, кең. Жөндеу жұмыстары жақсы жасалған. Қабырғасы бағалы түс қағаз. Толықтай жиһаздармен қалдырылады. Барлығы да жақсы ұсталған. Одан кейін төргі бөлікте қонақ бөлмеміз. Толықтай жөндеу жұмыстары бар. Жақсы жасалған. Ас бөлмеміз. Құрылыс материалы Шымкент қаласынан алдырылған. Бағалы ламинат. Барлық жиһаздармен қалдырылады. Бірінші қабатымызда жуыну бөлмесі, ішкі жағы толықтай кафель. Осы бөлікте газ пеші бар. Неміс пеші 380 шаршы метрге арналған. Бірінші қабаттың барлығы да теплый пол. Мына бөлікте әжетханамыз, қолды жуу орны. Бейне бақылау камерасы бар. Үйдің барлық терезесі бағалы пластиктермен салынған. Рехау компаниясы. Мына режимде бұлай ашылады. Үстіге қаратсақ, үстіңгі жағы. Екі аралығында темір қоршауы бар. 3 стеклосы бар. Дыбыс суықты өткізбейді. Тоқтың күші жақсы. Бұл бізде екінші қабатқа көтеріле беріс баспалдағы жақсы жасалған, сықырламайды. Екінші қабатымыз. Бұл жақтыңда полы бағалы ламинат. Санузел. Баспалдақтан оң жағында бірінші жатын бөлме. Екінші жатын бөлмеміз. Үшінші бөлме.
гардероб ретінде қолданылады. Мына бөлікте үшінші жатын бөлмеміз. Бөлмелер кең.